Бір ғана махаббат. Махаббат бақыт емес қонатұғын, түлкі емес ойдан қырдан шолатұғын. Махаббат кездеспейтін керемет бір, өмірде бір-ақ рет болатұғын. Мұқағали Мақатаев. Көңілшектің аяғы кейде өстіп қиындыққа да соғады. Бір кешке әйелің ашулана қоймас. Бір қалада тұрсақ та күніне бас қоса бермейміз. Жүр, кафеге кіріп кішкене шер тарқатайық деп Қадырғалидың жоқ жерде жабыса кеткені. Шақырғанға бармасаң, шақырғанға зар боласың деген ескертпе мақалдың да әсері бар. Оның үстіне университетте 5 жыл бірге оққан досқа әйелім ренжиді деп себеп айтудың өзі сыныққа сылтау болып көрінуі мүмкін. Сондықтан көп жаңылтпадым. Ежелгі достардың әңгімесі асу мінгенмен бірдей. Өз сөзін өзіңе бас бермей, бірді айтып келе жатып тағы бірге көшіп кете бересің. Қыдырғали екеуміз бүкіл әлемнен тартып, өзіміздің жан күйімізге дейінгі айтпаған нәрсе қалдырмадық. Енді міне, сонымен салдарынан үйге түн жарымда қайтып келеміз. Қазір әйел екеуміздің арамызда бір қақтығыстың қайтсе де болары хақ. Оны қай дәрежеден барып басыларын Құдай білсін. Әйелдің мінезі жөнінен аз қателесеміз ғой. Есіктен кірмей жатып ақ қоя берді. Баланың ауырып жатқаны анау. 2 күн бойы түн баласы тыным көрмей, титықтаған менің түрім мынау. Оның ешбір ойында да жоқ. Сенікі әшейін бір серуен. Біресе ресторан, біресе кафе, қыдырасың да жүресің. Титтейде жаның ашымайды, өз рахатыңды ғана ойлайсың. Әйелімнің сөзінен де аңғаруға болады. Менің бүйтіп үйге түнделетіп келуім әрине жиі емес, дегенмен болып қалып тұрады. Үйің мен жұмысыңнан басқа жерде тіршілік өтіп жатқан соң, кейде соған 3-4 сағат уақытыңды бөле кетпеске болмайды. Өзіме керекті бірдемені өзгелердің бойынан көрем бе деп әр түрлі орта іздейсің. Бірақ сырттан жинап келген сезімдеріңді есіктен аттаған бойда әйеліңнің өстіп сілкіп алатыны жаман. Мәселең ең қиын сол. Әйелімнің аузынан шыққан сөздердің бәрі дерлік менің міндерімді көп басады да жатады. Өзімше ой дермін, бүй дермін деп ойлап келе жатқан себептерімнің бірі оның сөзінен кейін түкке жарамай сезінетіндей. Үндемеймін деп үйдей пәлеге қалмас үшін ондайда томсырайып отырам да қоям. Әуелде дәл төбемнен түскендей сөйлегенде қыза-қыза келін әрнені қосып айтқан сайын әйел емес пе? Бір жерде болмаса бір жерде біздің Күлайхан да аяғын аңдамай басып қалады. Саспай ғана сондайда сөз арасында бір пікір қосып қоям. Мәселен, ой сен де, өзің ойлашы, осының артық айтылған сөз екенін өзің де біліп тұрсың. Бірақ ашумен айтып тұрсың деп көлкірсеймін. Ол әрине бірден сылқ етіп құлай кетпейді. Әуелі ойланады, ашуын екпінмен тағы да біраз сөз айтады. Бірақ айтып отырып ойлана бастайды. Жаңағы бір сөзінің шынында ағаттау шығып кеткенін аңғарады да еріксіз бәсеңсейді. Әйткенмен кілт өзгермей, орағатып барып бәсеңдейді. Биікке шамадан тыс көтеріліп кеткен ұшақ құсап, ол бірте-бірте төмендей келіп қонғанша, мен де үзік-үзік сөздермен өз жағдайымнан хабар беріп үлгірем. Бұл жолы да сөйттім. Әлгі Қыдырғали қу кездесіп қап қояр да қоймай, тіпті кетсем өкпелеуге айналады. Саған сәлем айтып жатыр. Іздеп келмейсіңдер деді. Ретін тауып бір демалыста барып қайтсақ та болатын еді. Біраз хабарламаны күләйімсіп отырып құлағына құйып тастадым. Оның нәтижесі әрине бірден көріне қалмайды. Дәрі құсап бірте-бірте барып әсер етеді. Күлайхан, ал кеп сөгіп жатыр. Менде үн жоқ. Кішкентайымыздың 2 күннен бері мазасы кетіп, шікіріктеніп қалғанында оны бағып қағамын деп
Күлайханның жөнді ұйқы көрмегені де бәрі рас. Мен де қайы ұйықтап жарты дейсің. Күлайханның қасында жүрдім. Бірақ қазір оны айтуға болмайды. Мұндайда әйелің де бастығың тәрізді өз қайтарғанды суқаны сүймейді. Бала ауырып жатқан соң ба, бұл жолы ашуының беті басқарақ. Сөз аралығынан айтып жіберетін қыстырмаларымды құлағына ілер емес. Ашуланған адам аузын ойда жоқта бір жаман сөз түсіп кетсе, бұрынғысынан да бетер өршіп кетеді. Құдай атқанда Күлайхан да сөйтіп, Қыдырғалимен бірге болдың ба? Қадыргүлмен болдың ба? Оған сонша сене алмай дымы құрып тұрған болу керек. Кенет ол менің бозбала күндерімді бетіме баса бастады. Қатты ашуланғанда өстіп менің біраз тарихымды қайта ақтарып барып басылатын әдеті. Сен маған суып біткенсің, деді даусы дірілдеп. О бастан суық болғансың. Суық болуың мүмкін. Мен ақымақпын. Сені басқа қыздарыңның бар екенін біле тұра неғып өліп өшіп қалдым десеңші. Сенің жақсы көретін қыздарың сол ана Забира шолпандар. Маған әшейін олардың сәті түспеген соң үйлене салғансың. Әйтпесе немене, елдің махаббаты біреуде, сенікі бірнеше ғой деймін. Өмір бір махаббат, сенікі баяғы сол Забирамен бірге біткен, кейінгісінің бәрі көзбояушылық. Әйтеуір бір әйелмен бірге тұру керек болған соң менімен бірге тұрып жатырсың. Талай байқұстың құлағын шулаттың-ау, жарым түнде, дедім күліп. Өзім күнәлі боп отырып, әзілдеген немді алған десеңші. Ішін қызғаныш өртеп, Күлайхан жыларман халге жетті. Білем, сенің ол әзілің емес, шының. Сен әзілдеген боп ылғи шыныңды айтасың. Оларға әлі жаның ашиды. Бір сөз айтсам қорғаштап шыға келесің. Мен өліп жатсам да өйтіп ара түспейсің. Қайтерсің, амал жоқ. О бастан өзімнен кеткен қателік. Қағынып, күнделік жазып, нем бар еді десеңші. Басқа мәдениетім жетісіп, олқы жерім тек сол ғана болып тұрғандай. Жүрген тұрғанымның бәрін жазыппын. Үйленген кезде өртеп жіберейін деп те ойыма келмепті. Өткен дүниенің де өстіп адамның алдына шыға беретіні жаман. Алғаш оқып отырғанын көргенде, Күлайтай, ол менің құпиям ғой, тиіспесеңші деп тағы бір бәлеге қалғаным бар. Сенің біз білмейтін құпияларың бар ма еді? Бұл тиісуге болмайтын дүниеңіз бе еді? Солай екен ғой деп сазара қалды. Ойбай, оқи ғой, оқы деп рұқсат беріп құтылдым. Бір құтылуын құтылсам да, бір жола тұтылғанымны кейін білдім. Содан бері ылғи осы қит етсе қыздардың тізімін алдыма тартады да отырады. Мектепте оқып жүргенінде адам бір-ақ рет сүйеді, бір-ақ рет өледі. Әркімге өмірде бір-ақ рет беріледі. Махаббат та бір-ақ рет кезігеді деген аксиома іспеттей ойларым қыздар өлең альбомына бадырайта жазып қоятын. Ұмытпасам да ол сөздерді өзім де талай қыздың өлең дәптеріне өрнектеп тұрып жазған болармын. Оқушы кездегі ойларымыз да, қылықтарымыз да қызық қой. Бір ғана қызды шын сүйемін. Өлгенше соны ғана сүйіп өтем дегенді бәріміз де айтқанбыз. Солай болатынына сенетінбіз. Сол тілекпен, сол ниетпен сүйіп те көрдік. Қызды да сендірдік, өзіміз де сендік. Бірақ ол қызға үйленбедік. Өтірік сүйдік пе, жоқ кінә қыздан болды ма, білмедік. Бір шынымызбен, бүкіл жүрек жалынымызбен ақ сүйген сияқты едік. Болмады. Махаббаттың бір-ақ рет болатын рас болса, онда біздің бәріміз дерлік махаббатсыз үйленген боп шығамыз. Өйткені ол махаббатты көзіміз мектеп қабырғасында жүрген ақ жоғалтып алдық емес пе? Өйтіп бала кезінде ақ бітіп қала беретін болса, ол бала шағадан басқаның басын қатырмаса керек еді. Жігіт кезімізде ақ жынданып кетердей ғашық болдық қой. Бір емес, екі емес, бірнеше қызға көңіл аударғанымыз да бар. Сонда қалай болғаны? Сонша сүюдің ішінде бір сүйгеніміз ғана шын, басқасының бәрі өтірік пе? Онда өміріміздің тең жартысы өтірік те.
адам сенбейтін әңгіме. Соншалық өтірік үшін табиғаттың адам баласынан қымбат өмір сыйлай сұлуы мүмкін емес. Бар жоғы 60-70 жыл өмір сүретін біз қателескен күнде де адам ата Хауа анадан бұрын жасап келе жатқан жаратылыстың өйтіп қателесуінің қақысы жоқ. Сонан соң өтірік сүю, шын сүю, өтірік сезім, шын сезім дегендер табиғатта болатын нәрсе ме? Жоқ. Өзіміздің ойлап тауып жүрген бәлеміз бе? Мен соған да күмәнданамын. Сүю жоқ. Сезімнің ең биігі, бірақ сол биіктен де өз шыңы, өз төмені бар. Біз бәлкім түсінсек те әсерлі үзіліп кесілді айтқандай артық көріп, оның биігіне шында деп төменіне өтірік деп айдар тағып жүрген сияқтымыз. Ал шындығында сезімнің биігі бар, төмені бар, бірақ өтірігі жоқ. Сезім тежеуге болады. Біреулерден жасыруға болады. Өтірік сезінуге болмайды, мүмкін емес. Демек, махаббаттың бір биігі бар, төмені бар, тек өтірігі жоқ. Өтірік өмір сүруге болмайды. Біреудің өтірік сүюге болмайды. Тіпті біреуді арам мақсатпен айналдырып тұрсаң да, сезімің кәдімгі шын сезім болады. Ал енді әр адамның басында махаббат бір рет ба, екі рет ба, қанша рет болатынын кесіп айту қиын. Оның біреуі екенін айтып, атақтылар мен даңқтылар құлаққа әбден сіңіріп кеткен. Сондықтан ол қағида қарсы шығу адам баласына абырой әпермейді. Ол қылығың мен біреудің бірден бір махаббатымын деп сеніп, сол сезім рахатын көріп жүрген әйел қауымында да оспадар көрінеді. Егер бұл жайында міндетті түрде пікір айту керек болса, тіке айта салмай, әуелі махаббатыңның бүкіл тарихын айтып біткен соң барып бірдеме деген дұрыс. Ондысы жоқ. Қашанғы ұрса берсін, бір кезде Күлайхан да басылдау. Әйел жарықтықтың мінезі де қызық. Жаңа ғана аузын жаппай, әкемді танытқан ол енді тіл аузы байланғандай тымпиды да қалды. Үндемей жүріп төсегімді салып берді. Үндемей барып өзі төсекке жатты. Сен сөйлемей қойып едің, үйдің іші қаңырап бос қалғандай қорқынышты болып кетті ғой. Бірдеме десеңші, қырсықтықты қойсаңшы. Соның алдында ғана қашан сөзі бітер екен деп сабырым кетіп еді, енді оны қайта сөйлеткім келді. Ары түртпек дедім, бері түртпек дедім, ашуының бәрі мына сөзбен бізге аузынан шығып кеткен бе? Күлайхан қыңқ деп қабақ шытар емес, рахаттанып көзі ұйқыға кетіп барады. Омайып жалғыз отыра беремін бе? Мен де қасына барып қисайдым. Мұндайда оңайлықпен ұйқы келе ме? Дөңбекшіп жатып өз махаббатым жайында өзіме өзім есеп бере бастадым. Анық шынымызды айтатын болсақ, біз біріміз бе махаббаттың алғашқы шарпуын бала күнімізде көрдік. Қыз бен жігіттің арасында әлде бір жұмбақ, әлде қандай бір ғажап байланыстың болатынын бұлдыр болса да балалық шағымыздың білдік. Біреулер үрейлендіріп айтып, енді біреулер барынша қызықтыруға тырысты. Қалай айтса да сол жұмбақ дүниемен жолығуды аңсап іштей асығып өттік. Соның сырын білсек, бірін білмей білетіндей көрдік. Ол жайында ұрланып естідік, жүрексіндік, сұрадық. Махаббат туралы ойлауға бүгін әлі ерте деп қызығуымызды тәртіпсіздік санап, хат жазуға, махаббат деген сөзі бар ән айтуға тыйым салған мұғалімдер де болды. Бірақ қанша жерден тыйым салғанмен де тыйымға тыйыла қоймадық. Қысқасы, махаббатты іздей жүрін есейдік. Мен 2-ші класста оқитынмын. Әпкемен бірге 4-ші сыныпта Сәуле деген қыз оқыды. Көзі үлкен, беті дөңгелек, қыздың ішінде көріктілігімен бірде көзге түсетін, күлегеш, ешкіммен ұрыспайтын, сондай сүйкімді бір қыз бар еді. Бәрінен де ән айтқан артық. Мектепте колхоздың клубына жиын, әлде салтанатты кештер болса кезде міндетті түрде артынан оқушылардың концерті өтетін. Сол концерттің ең шырайлы бөлігі Сәуленікі болатын. Маған тіпті сол концерт дененің өзі Сәулеге ән айтқызудың сылтауы сияқты сезілетін. Ондай дауысты мен әлі күнге дейін естіген емеспін.
Бәлкім бала кездің балалық әсері де болған шығар. Бірақ Сәуленің соншалық әнші болғанынан еш күмәнданбаймын. Өйткені үлкендердің өзі ол әнді айтқанда аһілеп-үһілеп тыңдағанын талай рет көрдім. Сол үшін Сәулеге ынтыға түстім. Оның даусы да, үні де ілесе естілетін әлде бір үстеме лебіз бар сияқтанушы еді. Бір адам екі дауыспен айтып тұрғандай сезіп, қайран қалатынмын. Әннің сөзін ап-айқын айтып тұрған негізгі үнге ілесіп, көмейінен естілер-естілмес тағы бір нәзік дыбыс естілетін. Сол дыбысты құлағымда жүрегімді біреу алақанына салып тұрып, бауырына қысқандай болушы ем. Тәтті мұң дегенің не екенін алғаш рет Сәулені тыңдап отырған сәтте түсінген де шығармын. Бәлкім, кім біледі, ол қаншалық көңілді әндерді айтып жатса да, мен ылғи да бір түсініксіз мұңға шомып, соның ырқына көпке дейін шыға алмай шырмалушы ем. Сәуленің менен үлкен екенін, әпкеммен жасты болғасын, қазақ ғұрпы бойынша оның да маған әкпес-беттес екенін түсінетінмін. Тіпті оған деген сезімімді сыртқа шығармай, жұрттан жасыруыма басты себеп сол түсінгенім еді. Бәлкім Сәулеге деген сезімнің ғашыққа бөленбей байланыста болмауы мүмкін. Бірақ мен үшін Сәулені айтпай кету нағыз айтылуға тиіс нәрсе. Айтпай кеткен бірдей болады да тұрады. Ол кезде сәл ойлана қалсам, бүкіл келешегімді Сәулемен байланыстырып қиялданатынмын. Оңаша қалсам Сәулені сағынатынмын. Тезірек көргім келетін. Онымен тең кісідей сөйлеу үшін тезірек ержетіп кететін кереметтердің сан түрін аңсайтынмын. Сондайда құлағыма ылғи Сәуленің үні келіп тұратындай болып көрінетін. Оның ең сүйіп айтатын әні әлі күнге дейін менің жадымда. Қазір бірақ оны сол кездегідей күнде емес, сирек балалығымды сағынғанда ғана айтам. Және оны айтқан кезде есіме Сәуле түседі. Бір ғажабы, Сәуле салатын сол әнді ешбір әртістің, ешқандай көркем өнерпаздың аузынан естіген емеспін. Уақыт шіркін алғашқы шығуынан басқасын маған да ұмыттырып үлгеріпті. Оқиғасы ғана есімде. Мұхит деген жігіттің Гүлзағира атты жалғыз қарындасы болады. Ұлы отан Гүлзираға соғысы тұтқиыл басталып кеткенде, жігіт майданда жүріп, әкесіне былай деп хат жолдайды. Әкежан, мен өлді деп өле көрме, көңіліңді қайғы дертке бере көрме, артымнан қарындасым Гүлзағира, мал үшін бір жаманға бере көрме. Сәуле мұны айтқанда, әсіресе кемпір шалдар көздеріне жас алмай отыра алмайтын. 5-ші класты бітіріп демалысқа шыққан кезде аяқ асты ауырып Сәуле қайтыс болды. Қалай өліпті, неден өліпті деп ешкімнен тәптіштеп сұраған емеспін. Өлгені рас болған соң, одан өзге шындықты қаншалықты қажеті бар. Енді бәлкім өзінің туған бауыры мен сіңілдері де Сәулені еске алмайтын болып кеткен шығар. Ал мен әлі ұмытпаймын. Бірақ бірінші махаббатым сол еді деуге де аузым бармайды. Алайда қызға деген құмарлығымның ынтығуымен алғашқы бір көрінісі сол болғанын мойындамауға да ұжданым жібермейді. Ол тірі болса балалық ынтықтың қай арнаға барып құярын болжау әрине қиын. Оны мен де білмеймін, басқа да білмейді. Сәулеге ынтығысып, мен де әйелім де сөкпей, қызғанбай әншейін балалықтың бір ақмақтығы дей салады. Ал мен балалығымның бір ескерткіші деп бағалаймын. Қымбат ескерткіші, кім көрінгенге көрсете беру лайықсыз. Сондықтан Сәуле жайында құпиямды күнделігіме ғана жазғаным болмаса, адам баласына сыр қылып айтқан емеспін. Әңгіменің соңы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.